Сәлеметсіздер ме оқушылар? Кәсіп пен еңбек, болашақ мамандықтары, сөздік қор және сөздік құрам бөліміндегі тақырыпты меңгереміз. Сабақты мына суреттер арқылы болжап көрейікші. Әрине, дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақ даласындағы мыс өндірісі. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты мәтінде көтерілген мәселені тұрмыстық әлеуметтік талдай отырып, негізгі ойды анықтау. Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі диаграмма кесте деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану. Балалар, ондай болса, қазақ даласындағы мыс өндірісі туралы қандай ақпарат білесіңдер? Мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мыс өндірісі туралы не білеміз? Дұрыс айтасыңдар. Жауапты тыңдап көрейік. Тарихшылар адамзат баласының ең алғаш өңделген металы мыс болғанын айтады. Ежелгі Мысырда біздің заманымызға дейінгі 4000 жылдардың өзінде мысты кеңінен қолданған деген дерек бар. Адамзат мысты темірден бұрын игеріп игілігіне жаратты. Өйткені мыс жердің беткі қабатына жақын орналасқандықтан оны өндеу жеңіл болды. Мыс өте иілгіш, майысқыш металл болғандықтан зергерлік бұйымдар, мүсіндер мен ыдыстарды жасауға ерте заманнан қолданылып келеді. Жақсы, бірінші сұраққа дұрыс жауап беріңдер, жарайсыңдар. Екінші сұраққа жауап. Мыстың пайдасы бар ма? Жақсы, дұрыс жауапты тыңдап көрейік. Бүгінде мыстан жасалған ыдыстар өте көп. Жылуды жақсы өткізгендіктен бұндай ыдыста тамақ күймейді, әрі тез піседі. Металдың залалсыздандырғыш қасиеті бар. Түрлі зиянды бактериялардың тамаққа түсуін болдырмайды. Жақсы. Екінші сұраққа да толық жауап бердіңдер, жарайсыңдар. Үшінші сұрақты тыңдаңыздар. Мыс өндіру жұмысының қиындығы қандай? Жақсы, дұрыс жауапты тыңдап көрейік. Біз экономиканың құрамдас бөліктеріне басымдық беруді жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда бізде шикізат нарығында белгілі бір қиындықтар бар. Құрамында мысы көп, қоспалары аз болып келетін шикізаттың бағасы қымбат. Өңдеуге кететін шығын да айтарлықтай жоғары. Міне, үшінші сұраққа да дұрыс жауап беріңдер, жарайсыңдар. Қазақ даласының мыс өндірісі туралы ақпаратты толық алдық деп ойлаймын. Қазақстандағы мыс кендері ол Жезқазған, Балқаш, Қоңырат, Ақбастау жерлерінде орналасқан. Жезқазған мыс балқыту зауыты Қазақстанның ең ірі кәсіпорындарының бірі болып табылады. Балалар, бүгінгі сабағымыздың басты ережесі сөздік қор мен сөздік құрам. Сөздік құрам тілдегі барлық сөздердің жиынтығы. Ұлттың қоғамдық, әлеуметтік тіршілігін тұтас сипаттайтын сөздік құрамға кірме сөздер, термин сөздер, жаргон сөздер, кәсіби сөздер және әдеби және ауызекі тілдегі лексикалық сөздер енеді. Сөздік құрам негізгі сөздік қорға қарағанда өзгергіш келеді. Тілдің тарихи даму кезеңінде ол өзгеріп отырады. Ал сөздік қор сөздік құрамның ең тұрақты бөлігі. Ондағы сөздердің негізгі ұйытқысы сөздік қорға тілдегі барлық сөздердің негізгі ұйытқысы саналатын түбір сөздер, түркі тілдеріне ортақ бір буынды байырғы сөздер, қажетті ұғым түсініктерді қамтыған баршаға түсінікті сөздер, қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан байырғы төл сөздері, ежелден тілге әбден сіңісіп, жалпы халықтық сипат алған кірме сөздер жатады. Сөздік қордың басты белгісі
тұрақтылық, онда жалпы халықтың сипаты басым келеді. Сөздік қордағы сөздер жаңа сөз тудыруға ұйытқы болып, сөздің құрамын байытады. Мысалы, жер сөзінен жершіл, жер үй, жертөле деген сияқты бірнеше түбір сөзден сөз құрамы жасалады. Балалар, ондай болса, осы ережелерге сай тапсырмаларымызды орындайық. Бірінші тапсырма жеке жұмыс. Ойлан, бөліс әдісі арқылы орындаймыз. Бейнебаянда бейнеленген мыс өндірудің қазіргі тәсілдерінің оқылым мәтінде баяндалған бұрынғы тәсілінен айырмашылығын болжаңдар.